Сәлем достым. Бұл Павлодар облысы Май ауданындағы Ақшиман ауылы. Іргесінде ізгілік, төрінде татулық орнаған ауыл. Бүгінгі таныстығымыз ауыл табиғаты туралы болмақ. Ақшиман ауылының айналасын ұсақ, аласа бойлы төбелер мен түбіне тұз қатқан сорлар қоршап тұр. Ауылымыздың оңтүстігінде 12 шақырым жерде алашқа мәшһүр Қалмақ қырған тауы жатыр. Қалмақ қырған тауының ұзындығы 17 шақырым. Сарыарқа ұсақ шоқылар жүйесінің бір бөлігі. Таудың солтүстік жағынан енгеніңізде құз құлаған жартасы көзге түседі. Жартастың биіктігі шамамен 50 метр. Үлкен аңшылардың айтуы бойынша, жартастың тарихы ескі заманның қатыгез шешіммен келіспеген әсиятты бойжеткен оқиғасымен байланысты. Достым, жартастың үстіне шығып, төңірекке көз тастасаң, тұмса табиғатты көретін боласың. Бұл тауда 1741 жылы Олжабай батыр, Малайсары батыр бастаған қазақ әскері жоңғар сарбаздарына ойсырата соққы берген болатын. Майсара биігі дейтін шында Малайсары батырдың қарындасы Гауһар батыр шолғыншы болған деседі. Таныстықтың екінші бөлімі әулие үңгір. Бірақ ауыл халқы бұл үңгірді Қаныш үңгір деп атап кеткен. 1920 жылы болашақ ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаев қазақ шаруаларына арнап үңгір жанында Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесасын сомдаған. Қаныш атамыз кебектің рөлін өзі сомдап, үңгірді декорация ретінде пайдаланған деседі көнекөз қариялар. Ақшиманға арқау болып тұрған Қайсата кесенесі. Бұл кесенеде бақсы әрі емші Қайсата Нұрғазыұлы мен жары Бәтижамал Жұмаділқызы жатыр. Қайсата психикалық ауруға душар болған жандарды емдеген. Менің өлкемнің тарихы мен табиғаты осындай. Менің өлкемнің табиғатын танып білгің келсе, Ақшиман ауылына сені қонаққа шақырамын досым.